саламатсыздар, құрметті көрермен. Сіздермен кешкі кофе бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта қазақ эстрадасында өзіндік орны бар Меломен тобы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қош көрдік, қайырлы кеш. Қызылорда қаласына қош келдіңіздер. Сапарларыңыз сәтті болсын. Біз бағдарламамызда еркін форматта өткіземіз. Сол үшін барлық сұрақтарға еркін өздеріңіз ойларыңызға жауап беріп отыра берсеңіздер болады. Жарайды. Ең алдымен сұрағымыз осы сыр бойына қатысты айтсақ, жалпы Қызылорда қаласына осы нешінші рет келулеріңіз сапар? Сыр елі, жыр елі деп айтылып жатыр ғой. Үнемі естіп жүретінбіз Қызылордаға. Бұл енді шыны керек. Қазір айтсам шатасып боламын. Жиі келеміз Қызылордаға. Менің есімде ең бірінші колледжді оқып қойдық біз. Сол кезде Кеңес Жүсіпбеков атындағы туған жер деген конкурс болған. Сол кезде колледждің атынан мен келіп 2008 жылы 2008-де сол кезде Қызылордаға жазда ыстық гостиницадан магазинге жете алмайсың, ыстығы соншалықты. Сол кезде келген есімде Қызылорда мен ыстығымен мен есімде қалғанда. Қызылорда дегенде не елестейді? Қызылорда туралы бір факт. Қызылорда туралы бір факт, ол біздің Қорқыт атамыздың кесенесі жаңағыдай. Сырдария. Сырдария, аңыз адам, мысалы Қорқыт атамыз. Ол кісі жайлы қаншама аңыздар бар, қаншама дүниелер бар. Болған қаншама жайттар, оқиғалар бар. Енді бірін білсек, бірін білмейміз. Бірақ дегенмен Қызылорданы мен өз басым Қорқыт атамызбен жақсы білемін. Өйткені тарихта көп оқыдық, мысалы білдік. Қай жыл туылды? Көп нәрсе есімде жоқ. Жылын білмеймін, бірақ сол айып енді, бірақ жалпы Қорқыт атамыздың қандай адам болғаны есімде енді. Ендеше әрі қарай сөзімізді сіздердің шығармашылықтарыңызды сабақтасақ, сіздер қандай жанрда ән шығару жоспарларыңыз бар? Өздеріңіздің қазіргі репертуарларыңыздан бөлек, жаңадан бөлек жанр. Жанр ма? Қазір енді көбінесе лирикалық жанрда айтасыздар. Музыка қазір полностью жаңарып обновляция етіп жатыр да. Оны өздеріңіз білесіздер, қазір жастарға қарасаңыздар, олардың пениялары да өзгерді, тақырыптары да, сөздік қор сәл арзандау болып тұр да. Бірақ бағанағы тура сол жастар қалай өлең айтып жатыр, пения дейді ғой анау. Орындау шеберлігі, жалқау ұқсап айтатындар бар. Оның барлығы ол мода. Манера. Біз оны өзгерте алмаймыз. Ол жастардың келген бір толқыны болып, мысалға бізде Ғабит соны жақсы зерттеген кезінде, мысалға халық әншілер бар, именно дәстүрлі әншілер, мысалға білесіздер қалай айтатын. Айқай ақаумен шықса, кейін мысалға мынау эстрада келді, біздің Алтынбек Қоразбаев көкелеріміз келді, одан кейін АБК келді, мысалға, одан кейін Музарт келді. Музарт бір тағы бір жаңа толқын болып келді, бір ескі әндердің барлығын жаңа шайландырып, сол заманға сай қылып звуктарымен әдемі қылып әкелді. Дауыстарында да мелизмдар қосып деген сияқты да. Содан Музарт та келді, жайлап біз келдік. Мысалға, енді біз көп өзімізді андай көрсетіп тұрғанбыз, бірақ біз мелизм, айғайлау, кәсіби деңгейде қалай айту керек деген сияқты біз осындаймен келдік. Кейін мысалға 91 келді, бағана қазақ жігіттер шығып Садридин, Калифорния деген сияқты, олар мысалға өздерінің направленияларымен қалай айту керек келді, бірақ сөз қоры дұрыс болса әлі де. Өйткені біз қазақ сөзге тоқтаған қалыппыз ғой. Біз әр сөзге мән беріп, мысалға бұрынғы кездерде айтады ғой, соғыстың кезінде мысалға болмаса екі ел бірімен қырысып қалған кезде әйел адам орамал жерге тастаса, сол жерде соғыс тоқтаған екен. Мысалғашы, еркектер сөзге келіп тоқтаған. Ары қарай бағанағы жабайылыққа беріліп, болмаса орамалды бұл жерде құрметтеген, сол жерде сөзді құрметтеген сияқты. Сол жағынан әлі де бізге жұмыс істеу керек. Сол обновленный варианттарға біздер жастар сияқты өзіміздің негізі Меломеннің де стилі бір қатты ескі емес, бірақ өзіміздің пениямызда кейін байқасаңыздар, сен мені күт деген бар, сүйемін деп айт деген әніміз шықты. Солардың барлығында біздің пениямыз өзгеріп тұр. Осы форматта, қазіргі форматта беріп жатырмыз. Болашақта рэп айтуымыз да мүмкін десеңіздер. Рэптер де бар, арасында рэптер де бар, анау сөздерін бағанағы жоғаланып келіп арасына кіріп кетіп деген сияқты, мына жақтан шығып деген сияқты, арасында мелизмдарын қосып қойып деген сияқты.
Ғабит бізде соны жақсы зерттеді. Мысалға әр топта өзінің бір топтың бір плюс жері, мысалға біз Оралан сөзі мән беріп тұрса, мен бір вокалға мән беруі мүмкін. Ғабит бір бағанағы обновленный жағын тыңдауы мүмкін деген сияқты да. Топтың бір плюсы сол. Ал жалғыз болып қалатын болсаң, өзің шығарасың ғой, өзің ойыңдағын шығарасың, болмаса или бағанағы ескі вариант кетіп қаласың, болмаса жаңа вариантқа өту керек болады. Команда болу керек деген сияқты да. Мен білмеймін, топтың бір плюсы осы шығар деп ойлаймын кей кезде. Соңғы 2 әңгімізден көрініп тұр. Қазіргі былайша айтқан кезде трендтің музыкасы, қазіргі трендтің тексті былайша айтқан кезде, сөздері де. Бірақ біз барынша арзандау жерлерін бит сызып алып тастадық. Сөзге мән беріп қарадық. Иә, себебі мен түсінемін, ол қазір бір 3 күнде, 5 күнде ол бір актуальный болуы мүмкін. Бірақ оны 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін ол әнге қайтып тоқталмайсың ешқалай. Ал біз мысалы Мұқағали Мақатаевтың мысалы өлеңдері болсын, Абай атамыздың қара сөздеріне біз қай заманда болсын тоқталамыз. Себебі ол жерде ақиқат бар, ол жерде байлық бар, бренд бар ол жерде. Сол үшін ол бренд деген нәрсе ол әрқашанда бір арзан дүниемен санаспайды. Ол бір мысалы арзан дүние бір уақытында бір жылт етуі мүмкін, бірақ ол арзан күйде қалады, оған қайтып адамдар тоқталмайды. Ойы бай, санасы бай адамдар үнемі бай нәрсеге тоқталады. Сол үшін ол мысалы музыканың өзі ұзақ өмір сүру керек, ол ғұмыры болу керек. Жарайды, ол 3 күнде бір жарып кетуі мүмкін, басқа болуы мүмкін. Мысалы бізде Емселимдардың Ол махаббат әнімен біз 15 жыл бойы сол айтып жүрміз да. Негізгі меломан тобы өз тарихында квартет болып бастады. Белгілі бір себептері сол байланысты топтың бір мүшесі шыққан тұрады. Әрі қарай трио болып жалғастыру қиын болмады ма сіздерге? Топ жалпы жойылып кету кезеңінде де болған жоқ. Біз енді осы 15 жылда түрлі жайттарды басымыздан өткіздік, шыны керек. Біз мысалы басында 5 жылдай продюсеріміз болды, Жан Абуова деген, қазір біраз жігіттерді тоже арқа шығарып жатқан кісі, өте талантты, өте білімді кісі. Сол кісімен жұмыс істегеннен кейін уақытымыз келді. Екі жаққа кеткен кезде біз әншіміз. Біздер тек сахнаға шығамыз, әнімізді айтамыз, сіздер сияқты сұхбат береміз. Бірақ оның астындағы үлкен жұмыстар жатыр да, қаншама жаңа келіссөздері бар, қанша концерттерді ұйымдастыру бар, фотосъемкаларды ұйымдастыру, видеосъемка, клиптарды ұйымдастыру, келіссөздер жүргізу, оның бәріне біз қатыспағанбыз. Сол продюсерден кеткен кезде біз барлығын өзіміздің мойнымызға алғаннан кейін бізге сол моментте қиын болды. Жан жаққа шашырап кеттік, шаршап кеттік деген сияқты кездермен біраз бит барып барлығын түсініп қайтадан аяқтан тұрдық. Сөйтіп жүрген кезде жаңағыдай арамыздан жігер кетіп қалды. Одан кейін ол жігер 4 адамға халық үйренгеннен кейін 3 адамға үйренісу қайтадан қиынға соқты. Себебі анау қаншама жасалған әндер барлығын басынан жазу керек, оның бәрі үлкен шығын, материалдық тұрғыда да, бұрынғы клиптерін көрсете алмайсың. моральдық тұрғыда да шығын, финансовый тұрғыда да шығын, барлығы ауыр соқты. Бірақ бәрібір де енді қанша дегенмен жаңа айтып отырмын, бренд жайлы айтып отырмыз ғой. Азды көпті әйтеуір халыққа танымал атымыз болғаннан кейін соның арқасында әйтеуір аяқтан тезірек тұрып кеттік. Халық таниды, сұранысқа ие болып қойғаннан кейін қаншама клиенттеріміз бар. Қанша мысалы концерттерде жүргеннен кейін осы ресурстарымыз болғаннан кейін біздер қайтадан аяққа тұрып кету ыңғайлы болды. Егер жаңадан шыққан, бастап келатқан топ болған кезде бәлки шашылып кетуіміз ықтимал еді. Өздеріңіз білесіздер, қазір қаншама сол уақыттан мен есептесем қазір қаншама топ болды. Қазір біреуі жоқ та. Өйткені неге? Ең біріншіден адам топ құрылған кезде де бізде біріншіден достық тұрды. Дос болып бірге жүрдік, бірге ашық түшініп көрдік, студент болдық, бір нанды бөлісіп едік деген сияқты. Ол бөлек әңгіме екен. Продюсерлер қосатын әңгіме ол бөлек әңгіме. Өйткені сен ол жерде өз пайдаңды ғана жасайсың да, ол сәл кеспей қалдың, кете саласың. Нервін құртпайсың, басқа нәрсе деген сияқты. Ал бұл жерде біз дос болғаннан кейін бірімізді адамгершілікпен қол алысып жұмыс істегеннен кейін айтқан кезде бірге адамсыздар ғой негізі. қалай жасадық біз, қалай көрдік мысалы. Бұл жерде жігерді де ұмытуға болмайды, жігердің еңбегі өте көп мысалы. Сол сияқты әрқайсымыздың өзіміздің орнымыз бар, бірақ бағана қазақта сөз бар ғой, бірге тумақ болса да бірге жүрмек жоқ дейді. Сондықтан да бір осындай уақыт келді, жігер ол мүмкін өзінің жеке творчествосын қалады, ары кетті деген сияқты да. Халық бірақ үйреніп қалғаннан кейін де бағана бізге қиынға түскен нәрсе сол жер болды да. Халық үйреніп қалды, мысалы төртеумізге жігердің өзінің тыңдармандары болды деген сияқты. Сол уақыттарда біраз қиыншылық болды. Одан кейін мына әндерді істейік, мен сүй, далада қар, сен мені күт,
тикток әндеріміз шықты уже жас келе адамның жасы ұлғайған сайын сөзге де мән беріп әнді де бостан босқа жаза бермейді екен. Өйткені сіз бәріне мән бересіздер уже. Одан кейін кішкентай бір жаңадан шыққан туып емессіз. Бәрібір артынан сын бар сын бар, адамдар ергеннен кейін, тыңдарманың болғаннан кейін, бауырларың болғаннан кейін, бәрібір сен неде тұрғаннан кейін, оның бәріне серьезно қарайсың да, әнді де ойлап. Конкретно ататын ән болу керек. Осылай жұмыс істейміз да қазірше. Сондықтан да барымыз салып жұмыс істеп отырмыз. Енді бастысы бағана Ролан айтпақшы, Меломен деген бренд қойылғаннан кейін, оны ары қарай түсірмеу ең қиын нәрсе сол. Бізде мысалы үлкен әншілерге қарап бой түзедік қой, осылар сияқты армандадық, болғымыз келді, мысалы толғымыз келді, жүргіміз келді деген сияқты. Бізде мысалы бір-екі әнші болғысы келетін адамдар көріп отқан шығар осы жерде. Сосын айтарым, мысалы топтар бар шығар, Қызылордадан шығып жатқан, жалпы Қазақстанда шығып жатқан топтар болса, осы нәрсеге мән берсе дейміз да. Қазіргі уақыт өзі өте келе бір өте құнсызданып бара жатқан уақыт. Адамдар эгоисттікі өте қатты басым. Біз материалдық тұрға қатты мән береміз. Сыртқы құндылыққа ғана, ішкі құндылықтан өте біз алыстап баратырмыз. Ішкі мәдениеттен, ішкі құндылықтан, енді ашы болса да рас нәрсе. Өзіміздің қара басымызбен ғана кетеміз. Жаңа Қайрат айтпақшы, топ болып құрылғаннан кейін Алла тағала ол жерде береке береді. Ол мысалы әркімнің маңдайына жазылған өзінің ризығы бар ғой. Ол сен топта болсаң да, қай жақта болсаң да, ол сенен қашып кетпейді ол. Иә. Сол үшін жаңағыдай топ болғаннан кейін аз ақша түседі екен, аз бөліседі екенбіз деп осы жерден басталады. Осыған қатты мән бермеңіздер. Бұл жерде береке деген нәрсеге мән беру керек та. Иә. Бұл жерде береке, ол сен жеке жүрсең де, бөлек бір жаңағыдай топпен жүрсең де келетін нәрсе келеді ол. Ешқайда қашпайды. Бұйырған қашпайды десеңізші. Иә, ол ешқайда қашпайды, оған байланысты емес ол. Мына жерде жүрдім, мына жерде аз ақша екен, жеке жүрсем көп ақша екен деген ондай нәрсе жоқ. Соған бірінші біздің сынатын жеріміз. Жеке қара басымызды ойлап, одан кейін көп жағдайда мысалы бұл сабақ болсын деп айтып отырмын. Жаңа бізді көріп отқан болашақ әншілерге, өнерпаздарға басымыздан өткен жағдайлар, келетін ойлар, ол мысалы көп топтардан қарап, себептерін қарап, неге болды екен деген кездегі туындаған мысалы ойлар ғой. Мысалы ойлайды, так, ән жазу былай екен ғой, ана композитормен былай жолығады екенбіз, ақынмен былай жолығады екенбіз, мынанша ақша салады екенбіз, былай клип түсіреді екенбіз, радиоға былай әндер береміз, осылай пиар етуге болады екен ғой, өстіп танымал болуға болады екен ғой деген жолдың бәрін көргеннен кейін әнші ойлайды, өзім де осылай шыға бере алады екен ғой. Жоқ, ол адами факторлық нәрсе. Иә, ол жолдардан сен шығасың, бірақ Құдай қаламаса болмайды ол. Себебі ол мысалы топқа келуің, топта жүруің барлығы ол сол жерге жасап тұрған Құдайдың ісі ғой, ол береке ғой. Осы нәрседен көбісі азғырлап жолдан тайып кетеді. Мысалы енді Музарттағы ағаларымыз жүр, жеке де әндерін айтады, бірақ топқа келген кезде құрметтер бөлек, топтары да бар, жеке де тұлға деген сияқты. Солай да жүруге болады. Ол енді адамның ақыл сана сезіміне байланысты. Иә. Енді кішкене темадан шығып кеттім, ренжім. Айта беріңіздер жоқ, иә? Дұрыс, пайдасы Жеп отырмыз, оке? Болды. Ал отырыңыздар. Дұрыс айтады. Найман бауырым. Найман. Сіздер Қандай найман найман? жоқ қой? Бұл тоқпақ, мен тұмам. Екеуміздің атамыз бірге тұр, қаңшы. Екеуміз бір атадан туып тұрмыз да, ол атаның екі ақ баласы бар, Тума, Тоқпақ деген. Тоқпақтан Ролан шығады, мен Тумадан шығамын. Соны екеуміз танысқалы 15 жылдан келіп тұрмыз ғой бірімізді. Давай ана көрейікші деп, ана шежіре шықты ғой, ана программа. Соның ішіне кіресің да, ана бір қарайсың. Соны қарасам, мына мен бауырым отыр. Бермеймін, братишка деген соң. Тағдыр қысқа. Менің нағашыларым Балталаймандар. Балтау, Қуандық Рахымдар. Қуандық Рахым Балтау мысалы. Балталаймандар, иә. Әр адамның өзінің бір мотиваторы болады ғой, мотивацияны алатын нәрсесі болады. Қай жерден, неден мотивация аласыздар? Мынау Дубайды салған шейх бар ғой, мен енді шыны керек әр нәрседен бір сөлін ғана аламын ше. Өйткені мен онымен бір мақтанушы, бір бәленбай жылы туылып, бәленбайыншы ғасырда өлді деген нәрселерді мен шынымды айтсам, жалпы бала кезінен бір осындай адам атын жаттау, қай жылы туылған жаттау дегенге бір мән беремін, ана айтылған моральға мән беремін да, сөлге мән беремін да былайша. Өйткені өзіме ғана қатысты деп қараймын. Керек. Бірақ кейде сол үшін кейде ақсап атам, қай жылы туылған білмей қалып атам.
ат жөнін толық білмей қалып жатамын деген сияқты жерден ақсап қаламын, енді бір қателігім сол шығар. Бірақ жаңағы айтайын дегенім, Дубайды жаңағы тұрғызған шейхтің бір сөзін оқып қалдым. Сенде 3 жағдайда ұстаз болу керек дейді. Яғни өмірлік, медицинада. Үшіншісі, сенің өзіңнің жаңағыдай салаңда дейді да. Өзіңнің кәсібіңде болсын, өзіңнің жолыңда болсын. Жоқ, өмірлік ұстанымда. Біріншісі қандай деді? Өмірлік. Екіншісі медицинада. Денсаулықта. Үшіншісі жаңағыдай кәсібіңде дейді да. Ұстаз болу керек та. Енді бұған қатысты жаңағы біз кітап алдының ішінде отырмыз ғой, кітаптардың арасында. Роберт Кийосакидің сөзі бар. Роберт Кийосаки айтады: сен бір жетістікке жету үшін сол жетістікке жеткен адамның қасында жүр дейді. Сол салада жетістік. Сен де соны жасаған жаса, сен де жетесің. Одан кейін мысалы бір кішкентай ғана орындалған арманыңды ал да, үлкен қойған арманыңа, мына кішкентай жеткен арманыңа не жасадың дейді да. Сол нәрсені үлкен арманыңа қарай жаса болды дейді да. Оған да жетесің. Бағана Ролан айтпақшы, әр неде өзінің несі бар ғой, бірақ өмірлікке келген кезде бізге пример, бізге алдымызда үлгі болып тұратын адам ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қай бұрышын айтсаң да, киінуден, жуынудан басталады, біз таңертең тұруымыздан, дұғадан басталады. Сол дұғалардың бәрін білетін болса, сен тек қана берекетте жүрсің болды. Одан басқа ешнәрсе жоқ та, тек жақсылық бұл жерде. Берекетті басқа ешнәрсе жоқ. Ал мотивация, менің болашағым маған мотивация. Оларды өсіру керек, жеткізу керек. Әр ата-ана солай ғой. Жалпы сахнада жүргендеріңізге 15 жылдан асты. Биыл 15 жыл ма әлде келесі жыл? 15 жыл, иә. Биыл 15 жыл. Так, 2009 келесі жыл 15 жыл. Келесі жыл 15 жыл болса, келер жылы бұйырса гастрольдік сапар ұйымдастыру жоспарда бар ма? Қазақстан бойынша 15 жылда. Міндетті түрде жасаймыз. Біз 15 жылдығымызды Алматыда, Астанада үлкен концерт өткіземіз, бұйырса. Одан кейін Қазақстанның барлық қалаларын аралаймыз, сырт мемлекеттерді аралаймыз деген жоспар тұр. Жайлап кірісіп жатырмыз. Сөздің шыны керек, қазір бағанағы амалдан бұрын ниет қабыл болды дегенше ниетіміз бір халыққа жақсы ән беру керек. Бұрынғы әндер ғой. Бұрынғы тыңдарман болып қалады бәрібір. Қазір бұрынғы біздің жас деген кәдімгі бұрынғы деп меломанда өліп тұрған тыңдармандар қазір жоқ дегенде 4-5 бала шағасы бар қазір. Иә. Неше поколение өтіп кетті мысалға. Ол жақта бағанағы бір жақсы бір әндер беріп соны тырысып жатырмыз, Алла қаласа. Міндетті түрде оны жасаймыз. Ол айтылмай істелу керек деп ойлаймын мен, өйткені бағана айтып жатырмын ғой, қаншама топтар келе жатыр, қаншамасы құлады. Оған жеткендер де бар, жетпегендер де бар мысалға. Сол біздің осы жүргеніміздің өзіне Аллаға мың тәуба. Сондықтан да міндетті түрде концертіміз беріледі. Топта осы 15 жылдың ішінде қандай ең қызықты сәттер болды? Қандай қызықты кезеңдер болды? Қызықты сәттер. Мен өзім ұмытшақ деген екі жатым бар. Негізі адам өзі рухы ұмытшақ қой негізі. Бірақ мен қандай кешірімсіз да мен кіші. Өзім бірінші келіп алам, что не то да? Мен ішіне кірдім, аэропорттың айттым дейді. Концертке мен оның алдында удостоверенияларын ұмытып жүретім ғой. Бұл жолы удостоверение жарайды, ол көзге көрінбейтін нәрсе ғой, қатты бір кішкентай нәрсе. Бұл жолы мен костюм ұмытып кеттім. Костюмсыз өзі келіп алған ғой аэропортқа удостоверениесін. Үлкен костюм ұмытып кеттім. Ол ойлап қарасаң адам осындай киіммен концертке шығайын деп ойлап тұрмын. Қолымда түк жоқ, удостоверениемен келіп алып бізге звондайды ғой. Айдасыңдар деп ше. Оны мен айтып бүйтіп басып, үйге барамда бір нәрсе қылып үйден алдырам. Мына жігіттер үлгермей қалады. Үлгермей қаламын да, бұлар кетіп қалады, енді билет іздеймін, таппаймын билет. Біз Оралға ұшып бара жатырмыз. Бірақ самолет күніне ұшады. Бірақ самолет, иә. Сөйтем де мен Ақтөбеге ұшады ғой артымыздан. Кешке концерт. Үлгерім керек. Ол былай ғой, оны жаңа еттім ғой. Одан сол күні мен машинаммен жүріп қалдық та, түні. Сол кезде Арман деген директорымыз бар. Арман ба? Сол кезде тұрды да айттым маған. Қайреке, ноутбукты сізге қоя салайық, ертең ала саласыз деді. Ноутбуктың ішінде бүкіл біздің әндеріміз бар. Бүкіл әндер бар. Оны ұмытуым былай тұрсын. Киімді ұмыттым, айтып мен у-шу болып аэропортқа бардым. Киімді ұмытып кеткенмін ғой. Жақсы болды деп. Енді міне планшеттерін алып алдым, оны барып бизнес классқа барып отырмын, оны да қойып қойғам жаныма.
сөйтіп бизнес класста отырмын деп өзімді неге түсіріп айтып бүйттім де короче самолетқа отырамын кетемін ақтөбеге жетемін ақтөбеге барғаннан кейін олардың ауданға барамыз бәріміз сырым ауданында жатырмыз ол жерде интернет нашар сырым датұлының 150 бәленбай жылдығы тойы өзімізде қайрат ақтөбеге қонады кешке шейін сол сырым датұлына ауылына жаңағы машинамен келеді таксимен келеді күтіп аламыз мә құтылдық ау бір шаруа шешілді ғой енді уайымдамайтын болдық деп бүйтіп жатамыз да атып тұрамын де компьютер қайда деймін ғой сөйтсем қайратта үн жоқ қой ноутбук қайратта үн жоқ костюмі қолында удостоверениесі қолында өзі келген бірақ ән жоқ ғой короче мен вообще түсінбей тұрмын қалай қайда дейді ғой сол кездегі мен ашуланғанымды көрсеңіздер де сөйтсем бағанағы отырған бизнес класстан ұмытып кеттім ғой немді ше алматы аэропорт хорошо что сол кезде біз жарты жыл бұрын сол жерге келіп концертті алтынбек қоразбекпен бергенбіз да сол ана музыкант баланың компьютерінде біздің әндеріміз болып құдайға шүкір жолымыз болып кетті. Құрметті көрермен, негізі Меломен тобы қазір кешкі концертке дайындық барысында жүрген болатын. Сол себепті сахналық киіммен де келмеді, дегенмен бізге сұхбаттасуға келіскендеріңізге алғысымыз шексіз. Мардымды сұхбат болды деп ойлаймын. Кешкі концертке сыр халқы сіздерді ерекше ықыласпен қарсы алады деген үміттеміз.